Сәлем бердім баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі бір жасағынан шығатын, барлық жанның жақсы көретін кереметтей творожный пирог әзірлейміз. Ең алдымен тестамызды дайындап аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, қатты морозильникте тұрған сары майымызды теркамыздан өткізіп аламыз. Ұнымызбен араластыра отырып, қамырымыз песочный тесто болып шығады. Осылай онмен араластыра отырып, майымызды теркамыздан өткізіп аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші көрініп отыратын болады. Осылай майымызды ұнымызбен жақсылап араластыра отырып, теркамыздан өткізіп алдық. Енді ұнымызбен майымызды біріктіріп, араластырып аламыз. Разрыхлитель қопсысқышымызды қосамыз. Жақсылап тағы бір араластырып жібердім. Ортасын ашып, өлшеп алған шекерімнің үстіне жұмыртқамызды салып, шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай жақсылап араластырып, ортасына құямыз. Енді ұнымызды барлығын бірге біріктіреміз. Қатты күш салмаймыз қамырымызға. Астан үстіне қарай айналдыра отырып, қамырымызды біріктіреміз. Осылай біріктіріп алдым қамырларымды. Пакетке салып 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Осы уақытта өлшеп алған творогымыздың үстіне шекерімізді саламыз. Сметанамызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. 2 қасық кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырып алдым. Творогымыз үртіктеу болған қаламасаңыздар, әдемі біркелкі болған қаласаңыздар, блендерден немесе миксерден, блендерлеріңіз болмаса, жақсылап өткізіп алыңыздар, сонда біркелкі әдемі болып шығады. Мен блендерге салып, езіп алдым. Қараңыздар, творогымыз қандай біркелкі әдемі болып шыққан. Мен осылай 24 сантиметр листке творогымды істеп алдым. Осы творожный пирогымызды. Қамырымыз холодильникте тұрғасын, песочный болғасын үгітіліп тұр. Біріктіріп, оны себе отыра. Оқтауымызбен сәл-сәл жайып алдым. Қамырымызды сәл жайып, листімізге орналастырып, формамызға жақсылап тегістеп салып алдым. Пешімізді қыздыруға қоямыз. Енді салмамызды, творогымызды салып, барлығын салып, тегістеп, ортасына ауа қалып кетпеу үшін формамызды бір-екі мәрте ұрып, достап, тегістеп, пешімізге саламыз. Творожный пирогымыз жарты сағатта пісіп шығады. 15 минут өткесін бетіне фольгамызбен жауып, беті қарайып күйіп кетпеу үшін творогтарымыз 15 минут өткесін міндетті түрде фольгамен
абайлап тегіздіріп алмай бетін жауып пісіріп аламыз. Осымен творожный пирогымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Листімізбен алғанда да мүлдем жабыспайды. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан. Сіздерге кесіп те көрсеттім. Өте дәмді болады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.